Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Менің аты жөнім Жолжанов Бағдат Асқарұлы. Өздеріңізге белгілі, біз химия пәнін нөлден бастап меңгерудің сабақтарын бастаған болатынбыз. Осыған дейін бірнеше сабақтарды, бірнеше тақырыптарды үйренген болатынбыз. Яғни күрделі қосылыстардың салыстырмалы молекулалық массасын есептеу, немесе әрбір элементтің салыстырмалы атомдық массасын есептеу, және күрделі заттың құрамындағы элементтердің массалық үлесін есептеу деген секілді тақырыптарға тоқталған болатынбыз. Егер бұл тақырыптар сіздерге қызық болса, біздің әлеуметтік желілерімізден іздеп қарасаңыздар болады. Біздің Инстаграмда, ТикТокта, Телеграмда, Ютубта, ВКонтакте деген секілді әлеуметтік желілерімізде өтілген тақырыптарымыз толыққанды жарияланған. Қараңыздар, көріңіздер, пікір бөлісіңіздер, және үйге берген тапсырманы сол жақта жауабын пікір бөліміне, пікір алаңына жазсаңыздар болады. Ал енді бүгінгі тақырып өте оңай тақырып. Бұл да бірақ химияның маңызды тақырыптардың бірі, бұл құбылыстар. Жалпы бізде химия пәнінде құбылыстарды екіге бөліп қарастырады. Бұның біріншісі физикалық құбылыстар, екіншісі бұл әрине химиялық құбылыстар. Бұл екеуінің айырмашылығы бұл процестің аяқталғаннан кейінгі жағдайына байланысты. Яғни бірінші физикалық құбылыс. Физикалық құбылыс орын алғанда жаңа зат пайда болмайды. Ал химиялық құбылыс орын алғанда жаңа зат пайда болады. Ең негізгі анықтаушы факторы осы. Яғни қандай да бір құбылыс процесс орын алғаннан кейін жаңа зат пайда болса, онда ол химиялық құбылыс. Ал жаңа зат пайда болмай, тек қана оның пішіні немесе агрегат күйі ғана өзгерсе, онда ол физикалық құбылыс. Екінші, бұл физикалық құбылыс бастапқы қалпына келе алады, физикалық құбылыс орын алғаннан кейін. Ал химиялық құбылыс орын алғаннан кейін бастапқы қалпына ол қайттан келе алмайды. Яғни ол жаңа затқа айналып түрленіп кетуі керек. Міне, физикалық құбылыс пен химиялық құбылысты осылай екі негізгі фактор арқылы ажыратсақ болады. Мысалдар қарастыру арқылы келтірейін. Мысалы, көмірдің жануы. Көмір жанғанда білесіздер, бұл көмір қышқыл газы деген газға айналады. Ал көмір қышқыл газы деген жаңа зат, көмір деген басқа зат. Қарап отырсаңыздар, көмір процесс орын алғаннан кейін көмір қышқыл газына айналып кетті. Әрине, бір заттың басқа бір затқа айналуы бұл химиялық процесс. Яғни жаңа зат пайда болды. Екінші, химиялық құбылыс орын алғаннан кейін бастапқы қалпына келе алмайды. Яғни сіз көмір қышқыл газын қайттан бастапқы көмірге айналдыра алмаймыз ғой. Міне, бұл химиялық құбылыс екендігінің нақты дәлелі. Мысалы, су. Су, білесіздер, 100 градуста қайнайды. Ал су қайнағанда сұйық су газ күйіне, яғни буға айналады. Бірақ ол бу жаңа зат емес. Тек қана судың агрегат күйі өзгерген түрі ғана. Сол бу күйіне айналған газ күйіндегі суды қайттан салқындату арқылы сұйық суға айналдыруға болады. Яғни жаңа зат пайда болған жоқ, тек қана оның пішіні ғана өзгерді. Сонда судың қайнауы да, сол секілді судың қатуы бұл әрине физикалық құбылыс екен. Яғни жаңа зат пайда болған жоқ, және ол бастап қалпына қайта орала алды, келе алды. Сондықтан судың қайнауы да, қатуы да физикалық процесс. Мысалы, металдың қараюы, яғни темірдің тот басуы, немесе күміс сақинаның қараюы, яғни ол да тот басуы, қараюы, шіруі, коррозия деген бірнеше атаумен атаймыз, барлығы бұл тот басу процесі. Кез келген металдың тот басу процесі әрине ол химиялық құбылыс. Өйткені тот басқан металл қайттан бастап қалпына келе алмайды, және оның жаңа өнімдер, яғни оксидтері түзіледі. Кез келген металл тотыққанда ол оның оксидіне айналады, яғни тот басқанда оның жаңа өнімі түзіледі. Сондықтан ол химиялық процесс. Мысалы, сол жаңа айтқан теміршегені былай майыстыратын болсақ, яғни түзу теміршегі майысқанда ол физикалық құбылыс орын алады. Себебі майысқан түзушеге жаңа затқа айналған жоқ, және оны түзулеп қайттан бастап қалпына келтіре аламыз. Сонда теміршегенің майысуы бұл әрине физикалық құбылыс. Мысалы, тағы бір мысал, сүттің ашуы. Сүт ашығанда білесіздер, ол айранға айналады. Яғни жаңа затқа айналды. Ал айран қайттан бастапқы сүтке айнала ала ма? Әрине жоқ. Сондықтан сүттің ашуы біз бұл жерде химиялық құбылыс деп айта аламыз. Мысалы, физикалық құбылысқа көмірді майдалау. Яғни жаңағы бүтін көмір, оны майдаласақ, яғни ұсақтасақ, ол майдалған көмірге айналды, бірақ оны біз қайтадан бастапқы қалпына орала, яғни біріктіре аламыз. Бірақ біз оны жаңа затқа айналмағандығын көріп отырмыз. Яғни көмірді майдалау сонда физикалық құбылыс екен. Міне осылай физикалық құбылыс пен
химиялық құбылыстың ара жігін ажыратып білдік. Яғни физикалық құбылыс орын алғанда жаңа зат пайда болмайды және ол бастап қалпына орала алады. Химиялық құбылыс орын алғанда жаңа зат пайда болады, яғни жаңа заттың құрамы, құрылысы өзгеше болады, және ол бастап қалпына келе алмайды. Міне осы екі негізгі фактор арқылы химия пәніндегі құбылыстар тақырыбын меңгеруге болады. Міне осылай біз жалпы құбылыстарды ажыратып бөліп жіктеп алдық. Өте қарапайым тақырып деп ойлаймын. Егер сіздерде алдағы уақытта осындай химия пәнінен тақырыптарды меңгергілеріңіз келсе, біздің әлеуметтік желімізге тіркеліп қойыңыздар, және достарыңызбен химияны білгісі келетін, ОБТ-дан химия таңдап отырған, жалпы химияға қатысы бар достарыңызға, әріптестеріңізге осы біздің видеомызды жіберіп қойыңыздар, және біздің әлеуметтік желімізге тіркеліп пікір алаңына өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта көріскенше.